Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Бүгінгі біздің шығарылымда 2 тоқсан бойынша дүниежүзі тарих пәніне арналған бажба талдауымызды бастайтын боламыз. Тақырыптары: неліктен 20 ғасырдың екінші жартысында әл-ауқатты мемлекеттер экономикалық дағдарысқа ұшырады? Сонымен қатар 20 ғасырдың 60-70 жылдарындағы КСРО қандай экономикалық қиыншылықтарға тап болды деген тақырыптар бойынша бажба келіп отыр екен. Әдеттегідей бүгінгі біздің бажбамызда 2 тапсырма, міне көріп отырсыздар. Жалпы балл 8 балл, общий бірінші тапсырмаға 4 балл, екінші тапсырмаға 4 баллдан. Оқушылар, сіздерге бір ескертетін жағдай: ең алдымен жауаптарды көрмес бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Келесі қай сыныптан бажба керек, комментарийге қалдыра кетіңіздер. Жақсы, бастайық. 20 ғасырдың екінші жартысында әл-ауқатты мемлекеттер экономикалық дағдарысқа ұшыраудың себеп-салдарларын жазыңыз. Бірінші себеп: 20 ғасырдың 50 жылдарындағы Англия экономикасының төмендеуі тікелей отаршылдық нәтижесінен болды. Екінші себеп: Англия экономикасын әрі қарай жандандыратын, қолдайтын күш болмады. Бірінші салдар: 20 ғасырдың 60 жылдары британдық отар елдер өз тәуелсіздіктерін ала бастады. Екінші салдары: 20 ғасырдың екінші жартысында қолға алынған экономика халықаралық деңгейінде нәтиже берсе де, алайда ел ішінде ешқандай нәтижесі болмады және әрі қарай тоқтап қалды. Балалар, сіздер мына жерге тек Англия ғана емес, басқа да шет мемлекеттерін жазсаңыздар болады. Франция, ақш, Италия, сол кезеңде Германия, немесе Кеңес Социалистік Республикасын жазсаңыздар да болады, КСРОны жазсаңыздар да болады. Түсінікті ғой, Жақсы, екінші тапсырма: 20 ғасырдың 60-70 жылдары КСРОның экономика, саяси, әлеуметтік, технологиялық дамуына талдау жасаңыз дейді. Екінші тапсырмада экономикалық талдау: 20 ғасырдың 68 жылдары кеңес үкіметінің экономикасы терең дағдарысқа жатты. Ел ішінде бірқатар реформа жүргізілгенімен де оның еш пайдасы болмады. Мемлекет майдың, нанның, азық-түліктің бағасын көтеріп жіберді. Бұл халық ішінде наразылыққа әкеліп соқтырды. Саяси талдау: 20 ғасырдың екінші жартысында КСРО басшысы Никита Хрущев биліктен кетуімен Леонид Брежневтің билікке келуі саяси жағдайдың бірқатар өзгеріссіз қалуын көрсетеді. Мәселен, ақш пен қырғи-қабақ соғысы жалғаса берді. Мемлекетті ең кәрі басшылар басқару тоқтамады. Үшінші, әлеуметтік талдау: соғыстан кейінгі жылдары кеңес халқының әлеуметтік өмірінде кедейлердің саны өсті. Алайда бастапқыда азық-түлік бағасы көтерілген болса, Леонид Брежневтің тұсында жағдайы біршама тұрақталып, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы түсірілді. Ең бастысы, қарапайым азаматтың өмірі тыныш, қамсыз және тұрақты болды. Технологиялық талдау: технология ғарышқа жерсеріктен ұшыру бойынша әлем бойынша алдыңғы қатарға шықты. Балалар, біздер білеміз, 1950-60 жылдары КСРОда Байқоңыр ғарыш айлағы салынған болатын. Сонымен қатар ғарышқа қатысты ең алғашқы ғарышқа ұшқан Юрий Гагарин атап өтсек болады, Сол секілді. Жақсы балалар, бүгінгі бір жұмыс осымен, дүниежүзі тарих пәніне арналған бір жұмыс осымен аяқталды. Егер бүгінгі видеомыз ұнаса, достарыңызға жіберіп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.